ежелгі ауыл шаруашылық дақылдарының бірі ретінде айва 4000 жыл бұрын адамдар өсірді. Мускат жаңғағының нәзік қош иісі бар жеміс тек денеге ғана емес, жанға да пайдалы деп сенген. Кейде оны өмір шырағы деп те атайды. Ал басқа нанымдар бойынша құмарлықтың жемісі. Ежелгі грек әйелдері денені айва кесектерімен жағып, күйеуді жылу мен жайлылық атмосферасымен қызықтыру үшін оны төсек жапқышына арналған қош иіс ретінде қолданған. Кәдімгі айва бұл ең көп таралған, бұл биіктігі 4 метрге дейін өсетін ірі жемістері бар ағаш. Олар алуан түріне және өсу аймағына байланысты алма немесе алмұрт тәрізді, салмағы 200-ден 600-ге дейін. Олардың дәмі әдетте тәтті, сәл тұтқыр ноталары бар. Кейбір сорттары тегіс жемістер береді, ал басқалары нәзік мамықпен жабылған. Ғылым мен медицинаның дамуымен бірге тартылған жемістердің жаңа пайдалы қасиеттері ашылды. Бүгінгі таңда айва жүрек қан тамыры, жүйке және ас қорыту жүйелеріне пайдалы әсер ететіні белгілі. Айва денсаулыққа қаншалықты пайдалы? Қан түзілуін жақсартады, күш жоғалтуды жеңілдетеді, әсіресе операциядан кейін. Ішкі қан кетуден кейін ол денені жүрек пен мидың дұрыс жұмыс істеу үшін қажетті заттармен қамтамасыз етеді. Жалпы иммунитеттің жоғарылауына және ағзаның ауруға қарсы тұруына ықпал етеді. Холеретикалық және диуретикалық әсер етеді. Ісінуді азайтады және тәбетті қоздырады. Ішектерді токсиндерден тазартады, шіріп кететін процестердің алдын алады, нәжісті бірге ұстайды. Оның тұтқыр және гемостатикалық қасиеттері бар. Зиянды холестерин мен қандағы қант деңгейін төмендетеді, метаболизмді қалыпқа келтіреді, көңіл күй мен ұйқыны жақсартады. Жаңа айва шырыны теріні ағартады, пигментацияға көмектеседі, сонымен қатар қабынуға қарсы әсер етеді. Айва дәндері нәжісті босатады, қабықшаландырады және тітіркенген өңешті тамақ пен асқазанды тыныштандырады. Пісірген кезде жеміс құсуды тоқтатады және жүрек айнуын жояды. Айва әдемі гүлдері мен жеуге жарамды жемістері бар жапырақты өсімдік. Жемістер жұмсақ үрпекті қабықпен және алтын сары түспен ерекшеленеді. Айваның әртүрлі ботаникалық тұқымдастарға жататын 3 түрі бар: қарапайым, жапондық және қытайлық. Жапондық айва темір мен пектиндердің көп мөлшеріне байланысты ішектерді улы заттардан тазарту үшін қолданады. Оның жемістері қандағы қантты төмендетеді. Витаминдер созылмалы шаршағыштық кезінде және ауыр сырқаттанудан кейін күш қалпына келтіруге көмектеседі. Қытайлық айва аскорбин қышқылының темірдің және органикалық қышқылдардың өте жоғары құрамымен танымал. Бұл жемісті пайдалану ми мен жүйке жүйесінің жұмысын реттеуге, мазасыздық синдромын төмендетуге, ұйқы мен есте сақтау қабілетін жақсартуға мүмкіндік береді.